Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім. Сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, тоя алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, тоя алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Обычный индюкка қарағанда бұлардың эми 6 айда ең кішінекейі 15 кг, чоңы 20 кг чейин болот экен. Алсаңыздар болот, заказ берсеңиздер болот. Бронза, кавказский бронза деп айтылат экен. Дагы эми бикшес деген бар, алда эмеси көп болот экен, веси чоң болот экен. 1-2 айда испес корм жесе, анан обычный жемге жүгөрү, арпа, буудай ошолорду кошуп 3 в 1 кылып берсе болот, бошотсо болот экен, жакшы. Пока кичине чоңойгонго чейин электр лампа менен кичине жылуураак кармаш керек экен. Анан эмелерин, витаминдерин берип турасың, сууга аралаштырып. Ошол башка эме секретилери жок экен. Чем жайдарын көп кармагандан көрө, ол пародистийди азыраак болсо да ушуну кармасаң результат болот экен. Живой килограмм 500дөн алат экен, живой килограмм. Анандай союп сатса этин билбейм эми. Ар кайсы районда ар кандай баалар. Эми бул чисто пародистий, алган киши гарантия деп берди. Эми базардан да алса болот эми. Кандай чыгат эми. Аны гарантия жок.